Авиаапаттар. 1977 жыл 27 наурыз Тенерифа аралы. Жай ғана жексенбі күні емес, адамзат тарихындағы ең қанды авиациялық трагедия орын алған күн. Аспан ашық болуы тиіс еді, бірақ тағдыр басқаша шешті. Қалың тұманның құрсауындағы ұшу-қону жолағында екі алып Boeing 747 бетпе-бет соқтығысты. Бұл жай ғана қателік емес. Бұл 583 адамның өмірін жалмаған, әлемді дүр сілкіндірген сұмдық апат. Оқиға реконструкциясы. ақш-тың батыс жағалауы, Лос-Анджелес. Pan American World Airways әуе компаниясының Boeing 747 ұшағы Канар аралдарына ұшып шығады. Бұл чартерлік туристік рейс болатын. Жолда Нью-Йоркке қонып, қалған туристерді алу керек еді. 380 орындық алып лайнерде бос орын қалмаған. Негізінен бұлар Канар аралдарынан теңіз круизіне аттанғалы жатқан зейнеткерлер еді. Нью-Йоркте экипаж ауысады. Командир орнына 56 жастағы Виктор Грабс отырады. Онымен бірге кабинада екінші пилот пен борт инженер болады. Pan American Еуропаға қарай ұшып бара жатқанда, KLM компаниясының тағы бір Boeing 747 ұшағы Амстердамнан Канар аралдарына ұшып шығады. Бұл да жолаушыларға толы чартерлік рейс еді. Командир Якоб Ван Зантен. Ол өз әуе компаниясындағы Boeing 747 бойынша басты нұсқаушы пилот болатын. Бұл оның нақты ұшақ кабинасынан гөрі тренажерда көбірек уақыт өткізіп, пилоттарды оқытып, емтихан қабылдағанын білдіреді. Екінші пилот Клаас Мөрс. Дәл осы Мөрстен Ван Зантен бірнеше ай бұрын 747 бойынша емтихан қабылдаған. Жалпы ұшу тәжірибесі үлкен болғанымен, 747 ұшағындағы тәжірибесі аз еді. Олармен бірге 49 жастағы борт инженер Вильям Шрёдер де ұшты. Ол өз ойын ашық айтудан қорықпайтын тәжірибелі маман болатын. Екі Boeing 747 Канар аралдарына ұшып бара жатқан кезде Лас-Пальмас әуежайына екі жас жігіт кіреді. Олар тіркеу аймағына ішінде бомба тықылдап тұрған сөмкені қалдырады. Ол кезде Канар аралдарындағы саяси жағдай тұрақсыз еді. Сепаратистер Испаниядан тәуелсіздік үшін күресіп жатты. Немесе ең болмаса өздеріне назар аудартқысы келді. Сағат 13:00-де әуежайға белгісіз адам қоңырау шалып, ғимаратта бірнеше бомба қойылғанын айтады. Оларда эвакуация жасауға 15 минут бар екенін хабарлайды. Дәл 15 минуттан кейін бомба жарылады. Әуежай шатырының бір бөлігі құлап түседі. Әуежай жабылып, басқа бомбаларды іздеу басталады. Голландиялық Boeing 747 Лас-Пальмас маңында күту аймағында айналып жүреді. Кейін оны жақын маңдағы Тенерифе Норт Эйрпорт әуежайына жібереді. Жарты сағаттан кейін Pan American'да Тенерифеге бағытталады. Лас-Пальмастан барлық рейстер осы жерге жіберілді. Бірақ Тенерифе әуежайы мұндай жүктемеге арналмаған еді. Сондықтан ұшақтар тек тұрақтарда емес, рулез жолдарында да тұруға мәжбүр болды. Тенерифе әуежайы теңіз деңгейінен 600 метр биіктікте орналасқан. Мұнда бұлттар кейде жердің үстімен сырғып жүреді. Тұман өте тез пайда болатын. Көріну қашықтығы 3 шақырым болып тұрып, бірнеше минут ішінде 300 метрге дейін түсіп кетуі мүмкін еді. Екі Boeing әуежайға келгенде ауа райы жақсы болатын. Бірақ жағдай өте тез өзгере бастады. Голландиялық Boeing 747 командирі бұл аялдама ұзаққа созылмайды деп ойлап, жолаушыларды түсіруді жоспарламады. Бірақ 20 минуттан кейін олардың бұл жерде ұзақ тұрып қалатыны белгілі болды. Сол себепті Ван Зантен жолаушыларды түсіруге шешім қабылдайды. Осының кесірінен кейін келген Pan American ұшағына жолаушыларды терминалға шығаруға рұқсат берілмейді. Америкалық экипаж жағдайды жұмсартуға тырысып, трапа келуді сұрайды. Жолаушылар таза ауа жұтып келу үшін. Осы уақытта KLM кабинасындағы атмосфера шиеленесе бастайды. Пилоттар жақында енгізілген жаңа ережелерді талқылайды. Олар ұшу сағаттарының лимитіне қатысты еді. Бұрын бұл қатаң бақыланбаған. Ал енді жұмыс уақытынан асып кетсе, тіпті түрмеге дейін жаза қолданылуы мүмкін болатын. Пилоттар, егер кешігу тағы созылса, Лас-Пальмасқа барғаннан кейін қайта ұшып үлгермейтіндерін түсінеді. Экипаждың жұмыс уақыты аяқталып, қонақ үйге демалуға кетуге тура келер еді.
Ван Зантен әйелі Лас-Пальмастағы бомба туралы жаңалықты естіп, қатты уайымдайды деп алаңдайды. Содан кейін пилоттар кешігуді азайту үшін не істеуге болатынын ойлай бастайды. Ван Зантен әуежай қызметінен ұшақты Амстердамға дейін жететіндей толық жанармаймен толтыруды сұрайды. Лас-Пальмаста қайта жанармай құймас үшін. Бұл дұрыс шешім сияқты көрінді. Бірақ Boeing 747 ұшағына жанармай құю өте ұзақ әрі күрделі процесс еді. Ал басталғаннан кейін оны жай ғана тоқтату мүмкін болмайтын. Жанармай құю басталғаннан бірнеше минут өткен соң, диспетчер Ван Зантенге Лас-Пальмас қайта ашылғанын хабарлайды. Олар енді ұша алатын еді. Ауа райы әлі де жақсы болатын. Бірақ таулардан бұлттар төмен түсе бастайды. Көріну қашықтығы көз алдында нашарлай береді. Pan American командирі Виктор Грабс Лас-Пальмастың ашылғанын естіп, қозғалтқыштарды іске қосуға рұқсат сұрайды. Бірақ оған KLM қазір жанармай құйып жатқанын айтады. Сондықтан Pan American ұшағына оны айналып өтуге орын жетпейтін еді. Командир Грабс KLM экипажымен байланысқа шығады. Ол борт инженермен екінші пилотқа шығып қарап келуді тапсырады. Олар KLM мен көгалдың арасынан сыя ала ма? Соны тексеруі керек еді. Нәтиже көңіл көншітпеді. Оларға небәрі 6 метр жетпей тұрды. Сол уақытқа қарай барлық жолаушылар голландиялық ұшаққа қайта оралды. Бәрі тек бір адамнан басқа. Бұл Рубина Ван Ландшафт болатын. Оның жігіті Тенерифеде тұратын. Тоқтау кезінде ол осы жерде қалып қоя ала ма деп сұрайды. Оған рұқсат беріледі. Барлық жолаушылар ұшаққа қайтып келген кезде Рубина әлде қашан жігітінің көлігінде кетіп бара жатқан еді. Ақыры жанармай құю аяқталады. Голландиялық экипаж міндетті тексеру парақтарын оқи бастайды. Ван Зантен әріптестеріне асықпай, сабырмен жұмыс істеуді айтады. Бірақ біраз уақыттан кейін өзі экипажды асықтыра бастайды. Голландиялық қарларға ұшу-қону жолағына шығуға рұқсат беріледі. Кейін олар үшінші рулез жолымен солға бұрылуы керек еді. Екінші пилот диспетчердің бұйрығын қайталайды. Бірақ үшінші жол деудің орнына бірінші жол деп айтып қояды. Диспетчер оны дұрыс түсінбегенін байқап, шешімін өзгертеді. Бірнеше секундтан кейін Ван Зантен диспетчерден нақтылайды. Біз бірінші жолмен солға бұрылуымыз керек пе? Чарли 1 рулез жолына ма? Иә, сэр, Чарли 1. Ұшу-қону жолағын қалың тұман басып тұрған еді. Көріну қашықтығы 100 метрден 500 метрге дейін ғана болды. Бұлттар жолақтың үстімен сырғып жатты. Дәл сол сәтте голландиялық Boeing 747 жолақпен рулез жасап бара жатқанда Pan American қозғалтқыштарды іске қосуға рұқсат алады. Командир Грабс өз күмәнімен бөліседі. Ол голландиялықтар ұшып кеткенше жолаққа шықпаған дұрыс деп ойлады. Бірақ бұл күмәндер кабина ішінде ғана қалып қояды. Pan American ұшағына жолаққа шығуға және үшінші рулез жолмен одан шығуға бұйрық беріледі. Бұл бастапқыда KLM-ге берілген дәл сол маршрут еді. Үшінші рулез жолмен шығу өте ыңғайсыз болатын. Бірақ бұл жолақты босатуға болатын ең жақын шығу еді. Өйткені айналаның бәрі ұшақтарға толып тұрған. Сонымен қатар диспетчерде жердегі радар болмаған. Сондықтан нашар көріну жағдайында KLM мен Pan American нақты қай жерде тұрғанын білмейтін. Ол олардың орнын экипаждардан сұрап отырып анықтауға тырысатын. Диспетчердің ағылшын тілі де жақсы емес еді. Біз үшінші шығумен жолақтан шығуымыз керек пе? Дұрыс, рахмет. Ван Зантен бұл әңгімені естіп қалады. Және Pan American дәл қазір үшінші шығуға жақындап қалды деп ойлайды. Ал шын мәнінде америкалықтар тұман ішінде өздерінің үшінші шығуын байқамай өтіп кеткен еді. Голландиялықтар америкалықтардың жауабын жолақтан шығып кетті деген растау ретінде қабылдайды. Бірақ шын мәнінде олай емес еді. Жолақтың соңында голландиялықтар бұрылып, америкалық ұшаққа қарсы бағытта ұшуға дайындалады. Командир Ван Зантен қозғалтқыштарды басқару тетіктерін алға жылжытады. Ұшақ тежегіште тұрды. Тоқтай тұршы, біз әлі ұшуға рұқсат алған жоқпыз. KLM 4805 ұшуға дайын және ұшуға рұқсат күтуде. Диспетчер жауап береді. Ұшу бағыты бойынша жалғастырыңыз. Ұшуға рұқсатты күтіңіз.
Осы сәтте екінші пилот диспетчердің нұсқауын қайталап жатқанда Ван Зантен ұшақты үдетуді бастайды. Сол кезде эфирге америкалықтар шығады. Олардың сөздері диспетчердің жауабымен қабаттасып кетеді. Ван Зантен тек үзік-үзік сөздерді ғана естиді. Ал диспетчердің аэродромнан шығу схемасы туралы нұсқауын ұшуға рұқсат деп қабылдайды. Бірақ ұшуға әрқашан бөлек нақты рұқсат берілуі керек еді. Диспетчер болса хабарламаны анық жеткіздің деп ойлап, назарын америкалықтарға аударады. Осы уақытта KLM ұшағы 20 секунд бойы екпін алып келе жатқан еді. Сол сәтте голландиялық борт инженер Ван Зантенге қарай еңкейіп, Pan American жолақты босатып үлгерді ме өзі? Деп сұрайды. Бірақ осыдан кейін адамзат тарихындағы ең ірі әуе апатына ештеңе кедергі бола алмады. Pan American командирі Виктор Грабс тұманға үңіліп, Ван Зантен ұшағының шамдарын көреді. Грабс қозғалтқыштарға ұшу режимін береді де күрт бұрылуға тырысады. Бірақ 340 тонналық алып ұшақ соншалықты тез үдей алмайтын еді. Олар небәрі 40 шақырым сағат жылдамдық жинап үлгереді. Ал Ван Зантен ұшуға дайын болып, штурвалды өзіне тартады. Бірнеше секундтан кейін Boeing 747 Pan American ұшағымен соқтығысады. 150 метрдан кейін ол жерге құлайды. Жақын маңда бірде-бір куәгер болған жоқ. Мұнарадағы диспетчерлер де апат болғанын бірден түсінбейді. Рулез жолында тұрған ұшақтардың бірі жолақ үстінде жалынды көріп тұрғанын хабарлайды. Диспетчер батырманы басып, өрт сөндірушілер апат орнына қарай асығады. Тұман ішінде олар жанып жатқан KLM ұшағын табады. Өртті сөндіре бастайды. Бірақ көп ұзамай бірнеше 100 метр жерде тағы бір өрт ошағы бар екенін түсінеді. Алғашында олар оны KLM ұшағының бір бөлігі деп ойлайды. Сондықтан екі топқа бөлінеді. Бірақ кейін олардың алдында тағы бір алып Boeing 747 тұрғаны белгілі болады. Өрт сөндірушілер KLM ұшағында ешкімді құтқару мүмкін емес екенін түсінеді. Ұшақ толық жанып кеткен еді. Сондықтан олар барлық күшін Pan American жолаушыларын құтқаруға жұмсайды. Голландиялық ұшақтағы 248 адамның бәрі қаза тапты. Америкалық ұшақтағы 335 адамның 61 ғана аман қалды. Екі алып Jumbo Jet ұшағының соқтығысуы әлі күнге дейін адамзат тарихындағы ең ірі әуе апаты болып саналады. Екі ұшақта жалпы 583 адам қаза тапты. Негізгі күнә голландиялық лайнер командирі Якоб Ван Зантенге жүктелді. Дәл сол диспетчердің рұқсатынсыз ұшуды бастаған еді. KLM әуе компаниясы апат үшін жауапкершілікті өз мойнына алды. Қаза тапқандардың отбасылары мен зардап шеккендерге 58 мыңнан 600 мың долларға дейін өтемақы төледі. Осы апаттан кейін радио алмасу ережелеріне өзгерістер енгізілді. Окей немесе Роджер сияқты қысқа жауаптар қолдануға тыйым салынды. Қабылданған хабарлама міндетті түрде толық қайталануы керек болды. Ал take-off сөзі тек нақты ұшуға рұқсат берілген кезде ғана қолданылатын болды. Қалған жағдайларда басқа сөз тіркестері пайдаланылды. Сызықтық пилот Джон Нансонның пікірінше, Тенерифедегі KLM ұшағы командирінің қатесі авиация мен медицинадағы қауіпсіздікке деген көзқарасты түбегейлі өзгертті. Экипаж мүшелері қателікті байқап қалған еді. Бірақ апаттың алдын алудың орнына олар капитан қателесе алмайды деп өздерін сендіріп қойды. 22 жылдан кейін 1999 жылдың 1 сәуірінде O'Hare International Airport әуежайында тағы да 2 Jumbo Jet соқтығысуға шақ қалды. Қытайлық жүк тасымалдаушы Boeing 747 ұшағы қонғаннан кейін қателесіп қайтадан жолаққа шығып кетеді. Ал дәл сол сәтте толық жүктелген кореялық жолаушылар Boeing 747 ұшағы ұшып бара жатқан еді. Кореялық пилоттар штурвалды өздеріне тартып, қытайлық ұшақтың үстінен небәрі 20 метр биіктікте ұшып өтеді. Бұл оқиға бізге авиациядағы әрбір шешімнің қаншалықты маңызды екенін тағы бір рет еске салады. Осы және басқа да маңызды оқиғалар туралы біліп отыру үшін арнамызға жазылыңыздар. Алдағы уақытта бізді әлі талай тарихи оқиғалар мен талдаулар күтіп тұр. Көріп отырғандарыңызға рахмет. Авиа апаттар